Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге табаға жабыспайтын бір жасағаннан шығатын құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін жұмыртқамыздың үстіне шымшым тұзымызды салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Осы массамыздың үстіне қантымызды біртіндеп салып, жақсылап миксердің көмегімен ерігенге дейін араластырамыз. Егерде сіздерге қанты азырақ болғаны ұнайтын болса, қанттың көлемін азайтып салсаңыздар болады. Маған және менің отбасыма қанты көбірек, яғни тәтті болғаны ұнайтындықтан мен қанттың көлемін көбейтіп саламын. Жақсылап қанты ерігенге дейін миксермен араластырамыз. Осы массамыздың үстінде бөлме температурасында тұрған 300 мл сүтімізді құйып миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне бірден ыстық суымызды құйып миксердің көмегімен жылдам араластыру керек. Егер жылдам араластырмасақ, ішіндегі жұмыртқаларымыз пісіп кетуі мүмкін. Жақсылап миксермен араластырамыз. Ұнның үстіне қамыр қопсытқышты қосып, қасықтың көмегімен жақсылап бір-бірімен араластырамыз. Содан соң екі бөлікке бөліп, біртіндеп осы тестамыздың үстіне саламыз. Қасықтың көмегімен ұнымыздың жарты бөлігін сұйықтығымызға саламыз. Сосын жайлап араластырып, сұйықтыққа батырып, содан соң ғана миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнның екінші бөлігінде сұйықтығымызға саламыз және жайлап миксермен араластырып аламыз. Содан соң ғана барып, ұн сұйықтыққа батқаннан соң миксердің көмегімен біркелкі теста болғанға дейін араластыра береміз. Тестамыз біркелкі болып араласқаннан кейін 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Миксердің көмегімен тағы да сұйық майымызды құйғаннан соң жақсылап бір араластырып аламыз. Бізде соңында осындай сұйық теста шығуы керек. Табамызды қыздырып, құймақтарымызды ортасынан шетіне қаратай құя бастаймыз. Бірінші беті піскен кезде шеттері қызарып бастайды. Сол кезде осындай құрылғының көмегімен және қолымызбен көмектесіп, құймақты екінші бетіне қаратай аударамыз. Және дәл солай қайталап пісіре бересіздер. Менде табаның асты жабыспайтын болғандықтан майлауды қажет етпейді. Егер сіздерде қорқыныш болса, жабысып қалады деген онда бірінші құймақтарыңызды майлап салуға табаның астын кеңес беремін. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, маған комментарий жазып, лайк басып және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңында бізде осындай әдемі, дәмді әрі жұқа құймақтарымыз дайын болады. Дастарханға қалауларыңызша ұсынсаңыздар болады.